Көп адам осылай жасайды. Онысымен қоймай, сағыздың еш зияны жоқ деп ойлайды. Бірақ олардың ойы қате. Жерге тасталған сағызды құстар жемекен деп тұмсығымен шоқып алады. Сағыз балапан не құстың тамағына тұрып қалса, ол аштан өлуі мүмкін. Сағыз әлемдегі ең көп тасталатын қоқыстар қатарында екінші орында тұр. Бірінші орында пластик. Атлант мұхитында бірнеше шақырымға созылып жатқан арал бар. Ол арал пластик құтылар мен пакеттерден құралған. Бұл қоқыс мұхитта тіршілік ететін балықтар мен жануарлар үшін өлім қаупін туғызады. Пластикті топыраққа тастаса, ол толық шіріп біту үшін кем дегенде 500 жыл керек. Жер шарын пластик қоқыстан азат ету үшін ғалымдар оны арнайы өңдеу жолдарын ойлап тапты. Бар болғаны сағызды да, пластикті де арнайы қоқыс салатын контейнерлерге тастау керек. Олар арнайы зауыттарда өңделеді де, содан кейін ойыншық немесе басқа да бұйымдар жасалады. Ал мынау шалғайдағы қазақ ауылы. Мұнда мектеп жоқ. Мектептегі 8 шақырым жердегі көрші ауылда бар. Бұл ауылдың балалары ауа райы қандай болса да, сол мектепке жаяу қатынауға мәжбүр. Ауруханада сол ауылда. Бірақ мұнда дәрі-дәрмек жетіспейді. Кейде дәрігер де табылмай қалады. Бүкіл дүние жүзінде адамдар медициналық көмекті толық ауқымда ала алмай келеді. Ал 200 миллионнан астам бала білімге қол жеткізе алмай отыр. Осының бәрі жаһандық проблемалар деп аталады. Оларды шешу үшін бүкіл әлем адамдар бірігіп, өз өмірін жақсы жағына қарай өзгерту керек. Ол үшін кедейлікті жойып, адамдарға лайық жұмыс, сапалы білім, озық медицина және гендерлік теңдеу беру керек. Қоршаған ортаға қамқорлықпен қарап, кез келген елді мекендегі өмір сапасын арттыруда қажет. Мұның бәрі қолынан келмейді деп ойлама. Кішкентай ғана іс жасап, сағызды немесе пластик құтыны арнайы контейнерге тастасаң, айналаңдағы әлемді жақсарту жолындағы алғашқы қадамың сол болады.